аңқа өнішегім. Тастың артындағы нысанға да тигіздіңіз. Үйге кеттік, Саски. Сіз жаңа сөркен jutsun үйретем дедіңіз ғой. Ертең тапсырмам бар. Өмір сол ғой. Ренжіме, Саски. Келесі жолы. Міне қарап тұр. Ей, сен қызыр. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Аяғына ортып алған адам неміне күліп тұр. Ертең мен академияда оқуды бастаймын. Сол үшін. Енді сізге жетіп аламын. Сен дайындалдың ба? Біз өзіміз істейік пе? Жоқ, өтінемін. Бір бастағынан кейін тоқтатуға болмайды, бұл шұғыл шаруа. Сен ертең не күн екен білесің ғой. Мен ертең тапсырмамен кетемін. Оласа құпиялы тапсырма. Итачи, біріншіден сен клан мен Коноху арасындағы байланыссың. Ойыңда осыны сақтап жүр, ал ертеңгі жиналысқа кел. Әке сыздығына ойлайды. Сен мені жек көресің бе? Бірге жек көрінішті болу, ол да шиноби болудың бір бөлігі. Сен екеуміз ерекше бауырлармыз. Сен асып өтуге керекті тосқауыл болып кетсен де, сен үшін дайынмын. Соңында жек көріп кетсең де. Бауыр деген сол үшін емес пе? Қайдасың, ей? Шық бері! Не болып қалды? Кешегі жиналыста екі адам болған жоқ. Ән бұмен жұмыс істеп жүргеніңді білеміз. Әкең де соны айтып жүр. Ендігіде мұқият боламын. Енді жоғалыңдар. Сенен сұрайтын бір нәрсе бар. Учиха Шисуйдың Накано өзеніндегі өзін өлтіруге қатысты. Есіме түсірсем, сен Шисуйға үлкен ағаңдай қарадың ғой, солай ма? Мен оны шынымен де көрген жоқпын. Біз әскери полиция бәрін анықтаймыз деп шештік. Мұнаны Шисуй артынан қалдырып кетті. Кісі өлтірудің белгісі болмаса несін анықтайын деп тұрсыңдар? Ол кланның ең жоғары қабілетті мүшесі болған. Шисуйдың сағымы деп қорыққан бәрі. Клан үшін бәрін істей алатын жігіт еді. Онда жігіттің өзіне қол жұмсайды дегенге сен оқиын. Өз пікіріңе сүйеніп басқаларға үкім шығарма. Ән буыңа жеткіз. Айт көмектессін осы іспен. Олар біріздің үстінен түсетіні анық. Неге осыны тіке айтпасқа? Менен күдіктеніп тұрсыңдар ғой. Өз пікіріңе сүйені басқаларға үкім шығарма. Шамасы мені шыдап тұра береді дедіңдер ғой. Бәрі осы клан. Күштеріңді көрсететін адамнан қателестіңдер, енді алдымда жатсыңдар. Жерті жылан бұде болып, ісіңмен сөзің өзгеріпті ғой. Клан деген ойымға жабысып алғандар. Бұндай болмашы нәрселерден айырылуымыз керек. Әлі көрмеген нәрседен қорқу топасты. Доғар, Титачи. Соңғы кезде бір түрлі болып жүрсіз. Онда неге жиналысқа келмедің? Шыңға жету үшін. Сорлы кланнан үмітім үзілді. Өздеріңе қымбат екен ұмытып, кланның бейшара қалауына жабысып жатсыңдар. Шынайы өзгерістер заңмен шектеумен қиялмен келе алмайды. Түрмеге апарып тастаймыз. Капитан, тұтқындағы бұйрық беріңіз. Аға, болды жетер осымен. Шисуйды өлтірген мен емес. Айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын. Анбу тікелей Хокаге-саманың қолы астында, тіпті әскери полиция бұйрықсыз ала алмайды. Ол үшін барлық жауапкершілік менде. Қопылат, капитан. Жүруге, Итачи. Итачи, сенің кешкі асыңды осында қойдым. Рахмет. Анашым. Сөргенмен жаттығу мен ойлағаннан да ұзағырақ болып кетті. Бұл не бір түрлі сезім болды. Әке, ана! Аға, не үшін? Не үшін істедің? Аңқа өнішегім. Тоқтатшы, аға! Неге? Аға, менің қабілетімнің деңгейін тексеру үшін. Сол үшін ғана бәрін өлтірдіңіз бе? Бұл қажет болды. Сен ағам емессің. Мен өз қабілетімнің шыңына жету үшін сен менің қарсыласым боласың. Мені жек көретін боласың, сосын көздегенің менен асып түсу.
Осы мақсатпен ақ сен тірісің. Оған қоса сен де мен сияқты Мангөкө Шаринганды ойта аласың. Жан досыңды өлтір. Тура мен сияқты. Шисейді өлтіргенсіз ғой. Накано ғибадатханасында шеттегі 7-ші татами астында Учиха кланының мәні жайлы жазылған тас жатыр. Егер сен оны оқи алсаң, менімен қоса 3 адам болады Мангөкесі бар. Қазір сені өлтіру қолды құр болғаным болады. Аңқауыны шегім. Жек көр мені. Егер мені өлтіргің келсе, бейшара өмірге жабыс. Менікінде көздерің болғанды алдыма келесің. Сен өзіңнің Шаринганыңмен не көріп тұрсың? Бұл көздермен бір нәрсені анық көріп тұрмын. Сенің өліміңді. Менің өлімімді? Жарайды. Онда тексерейік. Чидори! Чидори, не верши! Сенен бір нәрсені сұрағым келеді. Алдында да генжутсу арқылы қарғаларды жасап едің. Нені сұрағым келіп тұр? Құлағым сенде, бірақ рет айтамын. Сұрайтын бір нәрсе бар, оңбағана құрыз. Орғаны басылмайды, дұрыс жауап бермесек. Егер сен оны оқи алсаң, менімен қоса 3 адам болады. Сенің тірі қалуының себебі осы да. 3-ші адам. Шаринганы бар кім? Оны не қылайын деп едің? Өлтірмекшісің бе? Сол түнгі қырғында сол адам саған көмектесті. Тіпті сен полицияны ала алмас едің. Түсініп те қойыпсың ғой. Учиха, Мадара, мына көздермен чакра менікінен де түнеріп тұр ғой. Тура Учиха Мадараныкіндей. Ол кім еді? Мадара, Мангөкө Шаринганды алғаш рет оятқан адам. Мадара деген баяғыда өліп кетпеген беді. Мадара әлі тірі, сенсең де сенбесең де. Майымды қатырма! Адам баласы дұрыс және бұрыс дегенмен өмір сүреді. Шынайы әлемде болсыны, дұрыс-бұрыс дегеннің мәні бұлдырланып тұр. Шынайылық елеске айналуы мүмкін. Сондықтан бәрі өз түсінігімен өмір сүреді. Келісесің бе? Мадара өлі деген саған ыңғайлы. Ал кезінде сен мені қамқораға деген пікірде болдың. Мен сен қиялдаған аға болып жүрдім. Ол түнді мен жағана қорқынышты түс болса екен деп жалындым. Бірақ ол түн шынайы болғанды ешкімін жоқ. Менің көздерім сенің генжутсуларыңнан көре алады. Сөздеріңнің жаны бар сияқты ғой. Сонымен ойын ойнап болған шығарсың. Сен мықты болыпсың, бірақ менікінде көздерің әлі жоқ. Жан досыңды өлтіре алмадың ба? Содан нәзік жүрегіңмен келдің маған. Онда сенің Мангөкең мені қалай өлтіретінін көрейік. Әлде мен сенің қабілетіңді тексеруге тым мықтымын ба? Не деген сенімділік? Генжутсу ғана болып жатыр. Мангөкө Шаринган бұл ерекше көздер. Оята сала қараңғылыққа бата бастайсың, пайдаланған сайын терең кете бересің. Ақыры соңында қарашық жарықты жоғалтады. Күйебеді басқаруға мүмкіндік беретін күштің құны осы ғой. Мен саған айтқан тасты оқыған шығарсың. Мадара деген кім тағы? Көздермен күйбіді қол астына алған алғашқы адам және бір ойласым менің жол көрсетушім. Мангөкөнің соңғы құпиясына ашқан жалғыз адам. Мадара деген осы. Мангөкөнің тағандай құпиясы бар еді. Күйбіді қол астына алатын күш. Ең маңызды бірақ құпия бар. Ол не? Жауап бер. Баяғыдан келе жатқан аңыз Учиханың тарихы жайлы және Мадара мен бауыры жайлы. Учиха Мадара және інісі екеуі жастайынан ең мықтының орнына күрескен. Екеуі де Шаринган оятқаннан кейін қандастар олардың ерекшелігін мойындады. Екеуінің де қабілеттері өсе берді. Жан достарын өлтіріп Мангөкөге жетті.
Учихалардан ешкім жете алмаған бұға дейін. Көздерінің күшімен Учиха билігін өздеріне алды. Мадара өзінде қорқынышты бір бейтабиғи сезімді байқады. Қолданған сайын қара түнек баса берді. Олы күштің орнына адам мәңгіге өзін жарықтықтан айырады. Мадара бәрін істеді өзін бұл қараңғылықтан босату үшін. Ақыры ол жаңа жарық көзін тапты. Кешір. Неғола, сен әлі арнаға тіркелмегенсің бе? Тағы бір батырманы бас. Лайк! Мадара жарықтықтың жаңа көзіне жетті. Енді бұл жарғы ешқашан өшпес. Ол мәңгілік Мангёкю Шаринган. Інісінің көздері жаңа мәңгілік жарық көзін тапты. Жаңа көздермен жаңа джутсулар келді. Көз алмастыру тек клан ішінде бола алады. Содан сансыз құрбандық басталды. Кланның шынайы тарихы осы. Бұл көздердің тағы бір құпиясы. Осы күшпен Мадара барлық кландарды басып алды. Кейін орманның Сэнджу кланымен бітімге келді, ал олар ең мықты клан болған. Пен белгілі Хаширама мен Мадара арасында кекілжін басталды. Мадара өз билігін жоғалтты, бірақ көздерімен күшін емес. Ол Акацкин ғұрды және көлеңкесіне айналды. 16 жыл бұрын Кюбик Коноханы Мадараның басқару астында қиратты. Учиха атағын ұстай алатын адам емес. Одан асып, мәңгі өмірге ие болатын тек мен. Қазір мен әтер Мадарадан асатын күшке ие бола аламын. Саски, сен менің жаңа жарығым боласың. Ондаған жылдар бойы Мангёкю үшін достарын қырған, ал бауырларын өлтіріп күшті шексіз қылған. Учиха болып туыла салып тағдырын қанға шомылу. Күштің шегі деген нәрсе бұл көздердің мәңгілікке жойылады. Учиха бауырларының байланысы деген осы. Енді менің кім екенімді анық көріп тұрсың ау. Бәрі осы үшін ғана ма? Мен Учиха Саски. Арман деп айта алмаймын, бірақ бір мақсатым бар. Бір адамды өлтіру. Кланымды тірілту. Сол кез келді. Қазір сол мақсатымды орындайтын уақыт.